Жезқазған еліміздегі мыс қазан қайнатқан қала. Қала тарихы комбинаттың тарихымен тікелей байланысты. Осыдан небір 50 жыл бұрын ғана кішкене Жезқазған кентінің алғашқы тұрғындары құрылысшылар мен кеншілер болған. Қала 1954 жылы құрылды. Қала аумағы 1800 шаршы шақырым. Қалалық әкімшілікте 3 ауылдық округ, 18 ауылдық елді мекен бар. Мен қазір Алашахан көшесіне кетіп бара жатырмын. Жезқазған қаласы қай жылы құрылды? Жезқазған қаласы 1954 жылы құрылды. Сіз білесіз ба, Жезқазған қаласының қала әкімдігінің алдында қандай ескерткіштер бар? Әрине, Жезқазған қаласының әкімдігінің алдында алаш қайраткерлеріне арналған ескерткіштер бар. Олар Әлихан Бөкейхан, Ахмет Байтұрсынов деген қазақ елінің зиялыларына арналған ескерткіш. Рахмет сұхбатыңызға. Саламатсыздар. Сізден қала күніне орай бір-екі сұрақ қойып деп едік. Біз Жезқазған қаласы орталықтарға кітапхана жүйесімен боламыз. Сіз қазір қай көшеде келе жатырсыз? Дұрыс. Жалпы Бауыржан Момышұлы кім? Азаматы Жезқазған қаласына көптеген үлестер қосқан, көркеюіне, гүлденуіне. Бейіс деген Жезқазған қаласына алғашқы директор болған. Қаласының орталықтарына кітапхана жүйесі сізге бір-екі сұрақ қойсақ бола ма? Сіз қай көшеде келе жатырсыз? Мен Гагарин көшесіне келе жатырмын. Ал айтасыз ба, осы жерде қандай мәдени орын бар осы көшеде? Жақында көшіп келген Гагарин көшесіне үлкен кітапханалар жүйесі бар. Келіңіз, күтеміз.